Қазақстандағы білмейді. Ба. Ай. Ба. Аға, аты жөніңізді айтсаңыз бірінші. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Менің аты жөнім Күнтуғанұлы Серікбек, Астана қаласының аға жаттықтырушы болып жұмыс істеймін осы құсбегіліктен. Алла бұйыртып, Түркістан облысы Төле би ауданы жастар мен жасөспірімдер арасындағы 16 чемпионатқа келдік. Шәкірттерімді алып, ертең Алла бұйырса жарыс басталады. 12-ден 16-сында, 13 мен 16 арасында осы Төле би ауданында. Соған балаларды алып келіп, ертең бақтарын сынаймыз. Бүкіл қала, облыстар келіп жатыр. Ертең жарыс басталады Алла бұйырса. Аға, енді қанша шәкірт алып келдіңіз бұл жарысқа? Мен енді өзім Астана қаласынан жасөспірімдерге 2 бала, жастарға 1 бала алып келдім. Енді Алла бұйырса ертең бақтарын көреді сынап. Жақсы, енді аға, өзіңіз жалпы құсбегілікпен айналысып жатқаныңызға қанша жыл уақыт болды? Бұл енді атадан балаға берілген кәсіп пе, әлде өзіңіз осы уақыт өте келе бір қызығушылық пайда болған дүние ме? Енді ол жағын айтқан кезде мен енді осы сұрақты бәрін айтып жүрмін. Менің әкемнің әкелері бүркітші болған. Менің әкем Күнтуған деген кісі осы Қазақстанда ол кісі дүниеден өтті. Біздің алдымызда әкелерімізден үйрендік. Ол кісі осы бүркітшіден әкесінен үйреніп, ол кісі бізге үйретіп, әкеден балаға келатқан мұра ғой бізде. Қазір өзімде де балаларымды үйретіп жатырмын. Жақсы, қазір Аллаға шүкір. Атадан балаға, атадан әкеге, әкеден балаға келатқан мұра ғой біздің өзіміздің отбасымызда. Жақсы, бәрекелді. Аға, енді мынаны айта кетіңізші, бізге енді құсбегілердің жалпы бір қасиеттері қызық болып көрінеді. Бұл енді қанға сіңген қасиет пе, жалпы құсбегілік өнерінің бір ерекше қыры туралы айта кетіңізші. Құспен тіл табысу, оны үйрету қалай жүзеге асады? Енді құсбегілікті адамның өзінің құсбегілікке деген ниеті болмаса, бүркіт ұстау ол оңай емес та. Бүркіттің де ол бабы бар, мінезі болады. Ол қанша айтқанмен жыртқыш құс, сақ болу керек. Оның отбасы ата айттым ғой, атадан әкеден бала келатқан мұра. Бізде сондай өнер болғаннан кейін кішкене бүркіттен қорқыныш жоқ, ұстап үйреніп қалғанбыз. Көзіміз ашқаннан бері бүркіттің қасында болдық, әкеміз тамақ бергенде қасында өстік, өзіміз тамағын дайындап бірге жүрдік. Содан үйреніп қалғанбыз. Енді қазір қатысып жатыр, жігіттер кіріп жатыр, үйреніп, бұрын әкелер салмаған жігіттер де қазір топқа қосылып, үйреніп, олар да кейін өзінің болашақ балаларына үйретіп жатыр. Жақсы, Аллаға шүкір, дамып келе жатыр құсбегілік өнеріміз өзімізде. Бұрынғыдай емес, Қазақстанда жақсы құсбегілік кішкене дамып келе жатыр. Аға, енді біз қазақ жалпы жылқыны алғаш қолға үйреткен халықтың біріміз, одан бөлек тазыны да үйретеміз. Енді дегенмен де құсты қолға үйретудің басқаша бір қиыншылығы бар өзіне тән. Сол туралы айта кетсеңіз. Енді біздің бүркітті білесіз, біздің туымызда белгіленген қазақтың. Енді бүкіл ел біледі, бүркітті қазақтан шыққан екен, қазақтың несі екенін. Енді қиыншылық дегенде ешқандай қиыншылығы бүркіттің енді ұстағаннан жыртқыш құс бәрі не болады ғой, да мінез болады. Тамақ берген кезде де несін көрсетеді, мінезін көрсетеді, сол кезде сақ болу керек. Басқа қиыншылығы өзің үйде ұстағаннан кейін енді тамағын тауып беру қиыншылығы болады кішкене. Сондай мәселелер. Қалған мәселе енді бізде тағы да мына жол мәселесі бар. Мисалда біз қазір Астанадан бері осында таксимен келдік. Мисалда енді пойыз мәселесі бізде бұрын жақсы шешіліп жүретін, купе алып отырып келетінбіз. Қазір енді купеге жәшікпен де шешіп жатты. Жәшікпен біз оны алып жүре алмаймыз. Құсымыз бүркіттер үлкен. Вагон үйден алып келгенге дейін 3-4 құспен келсек, 3-4 жәшіктің өзі бір машинаның өзіне сыймайды. Мисалда купеге де сыймайды нелеріне. Сол мәселе кішкене қиындау болып отыр. Қазір енді Алла бұйырса солда шешіліп қалады деп ойлаймыз. Біздің президентіміз Берікуәли ағамыз қазір жақсы, қазір бұрынғыдай емес шешіп келе жатыр. Енді сол бір жақсы жағынан болады деп өзіміз үміттенеміз. Қазір қолдау жақсы, спорт министерство жағынан да, өзіміздің жұмыс жерлерінде де бәр жерден құсбегілікке жақсы қарап келе жатыр. Пойыздың ішіне оңысына ол ана қорап тастағаннан кейін тұншығады ғой бір жағы. Ол тұншықпайды, просто ода бүркіт қанат туғаннан кейін бұл қанаты сынса ұша алмайды ғой. Ана ішінде, клетканың ішінде ары бері қимылдайды, саңғырау дейді, өзінің үлкен дәретке отырады. Сол кезде қанаттарын, құйрықтарын бұлғап алады. Болмайды да жәшік бізге. Ал мындай самолет болса 1 сағаттыққа болады енді шыдауға. Енді пойыз өзіңіз білесіз, оңтүстіктен шығыстан оңтүстікке дейін келген өзі 1-2 күн жүресіз. 2 күнде пойызыңызда бүркіттен шыдамай қалады. Бұрын енді бізде полный купе алып, купеге отырғызып, ішіне отырғызып қоятынбыз. Қазір енді ондай жағын кішкене қарсы болып келіспей жатыр. Енді Алла бұйырса жақсы шешіледі деп ойлаймыз өзіміз. Жақсы. Аға, енді құсты жалпы бүркітті, қыранды болсын, қаршығаны болмасын, қай кезден бастап қолға үйреткен дұрыс? Балапан кезінен бе? Және оны ұясынан қалай алады? Сол туралы айта кетсеңіз. Бізде енді құс бүркітте
үш түрі бар бізде. Бүркіт, жаңағы ителгі, қаршыға деп үшке бөлінеді. Ертең жарыста. Мұнда ол бүркітті біз қолдан алу қалай үйретеді дегенде біз барып бір ар жерден ала бермейміз. Бұны біз жаңағы тау жақта орналасқан мал шаруашылығымен айналысатын кісілерден сұраймыз, білеміз. Осындай құс ұясынан түсіп қалды дейді. Солардан барып алып сөйтіп нетеміз. Ал былай таудан ұядан алып бізде көп ондай бола алмайды. Ол шығудың өзі қиын. Ол шешесі болады, ол қауіпсіздік ережесін сақтау керек, оны бара алмайсың көп. Неғұрлым сондай жаңағы мал шаруашылығы адамдар өзі айтады, малшылар. Осындай ұядан шығар кезде бұлар алғаш қанат қағу білмейді, кішкене түсіп қалады да ұядан төмен. Сол кезде қанат қағып, сол үлгерсең ұстап алып қаласың. Аға, енді жалпы құсбегілік кәсіп ретінде қарастырсақ дұрыс па, әлде бұл құмарлық па? Азарт дейміз ғой жаңа. Енді бұрын бізде атадан балаға келетқан өнер болып келеді ғой енді. Кәсіп дегенде кәсіп емес, бұрын білесіз, ашаршылық кезінде осы құсбегілікпен бір ауылда асыраған дейді ақсақал ағаларымыз, әкелеріміз, аталарымыз. Енді қазір енді бұл спортқа кірді қазір. Бұрын бізде аң болатын, жаңағы жарыста. Қазір бізде аң шақыру, бірінші 500 метрлік ереже бекітілген. Және екіншісі жаңағы бізде шырға дейді, және электронный курсник дейді. Бізде соған тартып құстың жылдамдығын өлшейтін болдық. Бұрын бізде аң болған. Аңның бәрін алып тастады. Өйткені біз қазір шетел мемлекет елді мекендер елдерге шайық деп жатырмыз. Соған қарсы қазір бүкіл елде аң салмайды. Аңды қорлау деп олар қарсы болды да. Қазір енді біз только және спорт жағынан қарап құстарды спортқа бейімдеп жатырмыз. Жылдамдығын өлшеп ұшырып жатырмыз. Яғни қанша метрлерге дейін ұшып, қандай бір жылдамдықта ұшады негізі? Бұның ережесі және бүркітте 500 метр. Адам мен құстың араға қарым-қатынасы дейді. Бала ертең көресіздер енді, алла бұйырса адам жібереді, ана жақтан бала шақырады 500 метрден. Соған барған құсқа 10 балл береді. Ал және кіші құсына қаршыға, сұңқарлардікі бұлар 300 метр арақашықтығы. Одан өткендер жаңағы қаршығаларға бізде кептер дейді. Кептер нетіп жатқан жоқпыз. Жаңағы соған жіберіп, соның балдарын есептеп береді. Ал жаңағы ителгі құсында оны жаңағы бізде айнандыру дейді, далбай. Құста нені қолдан жігіттер өздері тігіп алып, соны айнандырады, соны құс өзі теуіп өтеді. Соны бізде 3 минут уақыт берген. 3 минутта қанша тебеді, соған қарап балын есептеп, соны есептеп береді. Жақсы аға, енді қолыңыздағы құс туралы айта кетсеңіз, бұны қашаннан бері қолға үйреттіңіз, қандай жетістіктері бар, бұл құстың қандай түрі деген секілді? Бұл қолымда тұрған менің қолымдағы құс қаршыға дейтін құс, 2 жасар. Өзіміздің солтүстік жақтан түскен құстар. Бұл енді қазір өзім енді үйретіп, осы жарысқа бірінші бағын сынайын деп отырмыз. Алла бұйырса, ертең бағын көреді балалар. Ал өзімде алдында көшпенділер ойыны болды. Білесіздер, өзіміз 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны Қазақстанда өтті. Сонда менің шәкіртім өз қаршығасымен қатысып бірінші орын алған. Өзім бүркіттен бірінші орын иелендім сол көшпенділерде. Өздері қазақтың намысын қорғап, сонда 3 спортшы қатыстық. Әрбір түрден жаңағы қаршығадан, бүркіттен. Қазақстанның 3 бүркітшісі 1-2-3 орын алып қалдық. Қаршығадан бірінші мен 3-ші орын алдық. Ителгіден 2-ші орын алдық. Сөйтіп Қазақстан көшпенділер ойында жақсы нәтиже көрсеткенбіз. Енді ертең бағын сынап көреміз енді бұны. Бұны қайдан алдық? Жаңағы қойшы малшы кісілерден? Жоқ, бұл қандай ауыл жақта кептер аулайды, соған қарай өзі фазендаларға кіріп кетеді, сол кезде ұстап алып қалады, тапсырып қоясың балаларға. Сондайда ұстап аласың. Былай бұнда үйретуге бұны қанша уақыт кетті? Үйрету енді әр құстың өзінің мінезде болады. Кейбіреу тез күшік болады, кейбіреу қырсық болады. Бұда да өзі жақсы қарасаң бейімделіп кетеді адамға. Жақсы жағын қарау керек те. Қазір мінез қалай енді қаршыға? Мінез түзетті, қазір кішкене жақсы үйреніп келе тұр, Аллаға шүкір, ертең көреміз енді. Енді құстарға белгілі бір есім, айдар тағып ат қоясыздар ма? Енді әр неде болғаннан кейін әртүрлі ат қояды ғой, білесіз ғой, енді жылқыда да бар, аңда да, неде де, мысалы бүркітте де біз ат қоямыз, маларға да. Мына мысалы мен ана атымен өзіміздің Астана жақтан кішкене жел болып, дауыл болып тұрады, сол сияқты дауыл болып, дауылдай ұшып барсын құс, дауылдай жылдамдықта көрсетсін деп, сол дауыл деп атын қойдым. Алла бұйырса, қолымдағы менің де сол құстарым, бәрінде бәр түрлі құстардың аттары бар. Менің қолымда үйде әкемнің, жаңа айттым ғой, Күнтуған деген атам мен әкем менің. Ол кісінің Ақбалақ деген құсы бар. Қазір осы Қазақстан бойынша ең үлкен құс сол, 30 жасқа келді. Ақбалақ деп әкем қойған. Өз құстарым бар, алғыр, қарашолақ деп өздерінің атына ғана түріне қарап сипаттап ат қоя береміз. 30-ға келді дейсіз ба? 30 Қазақстан бойынша ең үлкен бүркіт сол қазір бізде отыр менде. Енді қанша жасқа дейін жасайды? Енді жазушылар жазып жатады, ол білесіздер, онда оқып жатады. 50 жасады, 100 жасады деп енді Алла бұйырса өзіміз сол осы Ақбалақ деген құсты көріп, қанша жасай өмір сүреді екен көрейік деп отырмыз.
қаршығалар сол 30-ға дейін өмір сүре ме? Бұл қаршыға кішкене олға қарағанда бүркіттен қарағанда кішкене нәзік құс болады. Бұл өте суыққа төзімсіз де болады. Кішкене күйін түсірсеңіз, сол үшін бұны баптап ұстау керек. Бұны көбінесе біз бұл күйін көтерілсе айлық баласын қолынан кетіп қалса, екі қанатты құйрықты ол аспанға көтерілсе болды, ұстатпайды ғой. Кей кезде айырылып та қаламыз, сөйтіп бұларды сөйтіп айырылып жатамыз. Жалпы көкпаршыларда болсын, бәйге жылқылары болсын, құны болады белгілі бір қымбат қойылады. Ал кейбір жылқыларда енді иесі жақсы көрген жылқыларда тіпті мынау сұраған бағасына бермей құнсыз деп жатады. Енді қырандарда да қаршығаларда да сондай бола ма? Енді әр нәрсенің әр несі болады ғой. Мысалы қыран құсыңды сен біреу сұраса онда бағалап бересің, әрине. Ондай бағалар болады, әрине. Ол сен өз мықты құстарды біреуге былай бере салмайсың ғой. Біздің арамызда тоғыржа бар деп өзі құсбегілер бір-біріне беріп жатады. Ал андай қыран құстардың бағасы және ат сияқты ода да бағаланып беріледі ғой. Ал енді сұраушылар көп па, мәселен ауқатты кісілер? Енді құсбегілер енді үйреніп келе жатыр ғой. Алла бұйырса сұраушылар бар, сұрайды, үйренейік дейтіндер де бар, және не де ететіндер де бар. Кәсіпкерлер де кішкене мен де үйренейін, үйде тұрсын, бересің ба деп ондай сұрайтындар болады, бар. Жақсы, енді ағанау құстардың жалпы сауық саймандары, киім кешегі бір жабдықтар туралы айта кетіңізші, томағасы деген секілді. Мисалда бізде осы жәнегі жабдықтар дегенде мына қолымда тұрған менде биялай дейді ана. Мынау аяқ баулары, бас бүркітте томаға келеді, қаршығалар көп кигізбейміз. Енді оның бәрі жаңағы магазиндерде бізде сатылмайды. Бізде бәрі өзіміз жігіттер арамызда өзі. Менің ағам бар, Арманбек деген ағам, өзім маған сол кісі тігіп бәрін дайындап береді. Сол жағынан бір кішкене енді қазір ойлап жүрмін осы Қазақстанда, мисалда араб, жаңағы түрік, Пәкістан елдерге, Түркменстандарға қарасаңыз, бәрінде сол құсбегіліктен жаңағы материалдарын сатады. Мысалы керек жабдықтарын. Бізде әлі ондай жоқ. Сондай Қазақстанда ашылса, және жігіттер, кәсіпкерлер сол жағын алып жатса, бізде жігіттерден Қазақстанда жақсы дамып келе жатыр. 200 құсбегілер бар, мисалда алады керек жабдықтарын. Сондайлар ашылса деп ойлаймыз. Жақсы нәрселер көп. Негізі бәрін өзіміздің балалар өздері тігіп алады қолдан. Енді жалпы құстарды тамақтандыруға кететін қаржы жөнінде айтсаңыз, жалпы қымбат па? Қаржы жағы дегенде біз енді спортта мектепте істегеннен, клубтардан істегеннен бұның несін бергенбіз, жаңағы осындай шығындар кетеді деп әлі қарастырып жатыр, әлі берген жоқ бізге. Негізі бұл бүркіт мисалда бір қоян жеп қояды, бір қоянның 1-2 килограмм шығады. Сонда біз күнде бұл 500 граммдай жейді дегенде есептей беріңіз сіз күніне. Сонда біраз жеп қояды ғой. Оңай емес. Қаршығалардың тамағы қандай? Бұлардың тамақтары сол неғұрлым үйде болса білесің, жылқының етін береміз, кептер, көгершіндер ұстап береміз. Бар бол кезде, жоқ кезде және үйден ақырын жеп отқан етіңнен де беріп қоясың, сатып алып та бересің бұларға. Ол ұстағаннан кейін бұнда да дұрыс қарамасаң сен ол бостан бос ұстап болмайды ғой. Онда мәпелеп уақытында тамағын беріп, өзің күймен жақсы қарап отырмасаң. Біз жақта Астанада білесіздер, суық, күйін арық ұстасаң обал болады, сол үшін бұларды сейіміз, күйлі ұстаймыз. Етін беріп. Аға, енді сіздің еліміздегі ең тәжірибелі жалпы құсбегілердің бірі десек артық айтқанымыз емес қой, иә? Енді өз-өзіңе мақтауға жараспайды ғой. Алла шүкір, енді бұйырғаны болып жатыр. Алланың несімен орындарын алып жатырмыз. Менде де мықты жігіттер бар, әлі үйренетім көп балалардан. Өзім мықтымын деп айта алмаймын өзім. Десе де енді тәжірибелілердің бірі. Енді Аллаға шүкір әкемнен үйренген нелерді үйреніп, қазір өзім балаларым үйретіп жатырмын. Қанша жылдай болды сіздің жүргеніңізге? Мен көзімді ашқаннан бері осы бүркіттің қасында өстім, ал жарысқа мен әкемнің қасында осы 20 жылдан асты. 20 жылдан асты. Иә. Жақсы, көп рахмет аға. Жақсы, өзіңіз де аман болсын. Ерасыл. Нұрасыл. Нұрасыл, машина заводить сал деймін. Қалтамда жарайды, өзім алам. Бауырым, аты жөніңді айт, және қай облыстансың бірінші? Ассалаумағалейкум, есімім Садуақас Төлеген Мәлігов болады. Алматы қаласынан келіп тұрмын бұл жарысқа. Қанша жастасың өзің? Өзім 18-демін. 18-десің, иә? Ал жалпы осы қаран құсты үйретумен, құсбегілікпен қашаннан бастап айналысасың? Негізі отбасында ата-анаң, әке-шешең, немесе аталарың, ағаларың осындай құсбегілікпен айналысқан ба? Қашаннан бері қызығасың? Сол жөнінде айтшы. Мен өзім негізі бүркітке бала кезден қызығамын. Осы қолға алып бастағаныма 4-5 жылдай болып қалды. Өзімнің алыс туысқан атам бар, сол өзі айналысып бастаған, одан кейін оның балдары үйреніп, балдары бізге үйреткен. Қазіргі солар біздің тренеріміз болады. Ал отбасында өзіңнің бауырларың ше? Өзімдегі бауырларым болғанда құсбегілікпен айналысатын жалпы мен ғана, қалғандары қолөнермен айналысады. Өзімнің отбасымда. Ал енді өзің құсбегілікпен айналысуыңа ауылың, жаңағыдай бір туған жерің бір әсері бар ма? Мәселен, таулы жерде дүниеге келдің
Мындай бүркіттің өзіне әсері болмаса бізге әсер жоқ қой. Ал енді өзің алғаш құсбегілікпен айналысып бастағанда қандай құсты бірінші қолға үйреттің? Бірінші қаршығадан бастап қолға үйреттік. Өзіміздің қолымызды үйретіп алдық. Одан кейін жаймен құстарды үйретіп бастадық. Сөйтіп өзіміз үйрендік, құстарды да үйреттік. Міне қазір бәрін үйреніп алып, жарыс көріп, қатысып, бағымызды сынап жатырмыз. Сол енді алғаш қаршығадан қолға үйреткеннен бері қанша құсты тағы да қолыңа үйреттің осы уақытқа дейін? 4-5 құс шамасында үйретіп қалдық қой қаршығадан. Ал енді қазір қолыңда тұрған мынау қыран құс туралы айта кетсең, қашан қолыңа тиді, қалай бұны ұстап алдың, қалай баулыдың, қалай бақтың? Бұл негізі ағамның бүркіті болады. Бүгін осы бүркітпен жарысқа шығатын боламын. Есімі Алабас. 10 жасар бүркіт болады. Қайдан алған? Бұл нақты несін білмедім. Ағам бала кезден баққан бүркіті ғой. Ал енді өзің осы ересектер арасында немесе жасөспірімдер арасында тағы да бір қандай жарыстарға қатыстың құсбегілік бойынша? Жасөспірімдер арасында 3-4 жарыстарға қатыстым, бірақ бағам жанбай одан орын алған жоқпын. Бағым сынап, енді осы жарыстан бір орын берер деген үміттеміз. Ағаң да қатысып жатыр ма енді бүгін жарыста? Ағам бүгін тренер, біз жасөспірімдер жарысындамыз балалармен. Енді қолыңдағы құстың жаңағыдай жабдықтары туралы айта кетсең? Басындағысы бүркіттің көзі көрмеу үшін аталады. Бұл басындағысы томаға деп аталады. Көзі көрмеу үшін, жанындағылар көрмеу үшін, жабық жерде ұстау үшін деп. Аяғындағы балақбау деп аталады. Балақбау бүркіт ұшып кетпес үшін, еш жаққа қашпас үшін, тұғырға байлау үшін арналған. Енді осы саймандардың жабдықтарын жасайтын белгілі бір мамандар бола ма? Оларға бір қандай талаптар қойылады жасаған кезде? Талаптар болғанда өзім сол атам үйреткендей ғой. Атам оларға үйреніп, енді болашақта бізде сол жұмыстармен, қол өнермен айналысамыз дейміз. Қолдан келгенше үйреніп, бәрін көріп. Яғни жабдықтарын өздерінің бауырларың жасайды ғой? Иә, ағаларым жасайды. Ал енді осы қыран құсты тамақтандыру туралы айта кетсең? Тамақтандырғанда бұл қыран құсты күніне бір рет жейді. Бірінші қолға шақырамыз. Қолға шақырғаннан кейін жақсы ұшып тұрса, уже значит бұл жарысқа дайын дегендей. Уже үйге барып, бұл ет жеген кезде бір уыс, 2 уыс ет жейді бір күнде. Ненің етін жейді? Разница жоқ. Қойдың, сиырдың, главный свежий болса болды ғой. Ал енді отбасы мүшелерің, ата-анаң осы бүркітке ет тауып беруге былай қарсы емес па негізі? Жоқ, қарсы емес. Жалпы қанша келі ет жейді шамамен күніне? Күніне бір жарты келі шамасында жеуіп қаламын. Жарты келі емес, енді бір 300 грамм, 400 грамм шамасында. Ал енді сен жаңа 10 жасар дедің ғой? Иә. Бұл енді тәжірибелі бүркіттердің қатарына жатқыза аламыз да бұны? Иә, тәжірибе бүркіттер қатарына жатқызамыз. Ал өзің қыранның жекелей жетістіктері туралы айта кетсең, қандай жарыстарға қатысқан? Көп жарысқа барып, жақсы жарыстардың иегері атанған бүркіт. Халықаралық жарыстарға қатысып еді? Иә, қатысқан. Көшпенділер ойында 2024 жылы шатаспасам 3-ші орын иегері атанды. Ал енді сендер бүркіттерді мысалға жылдың қай мезгілінен бастап қолға үйрете бастайды, жарыстарға шығара бастайсыздар, әлде бұл 4 мезгілде де бола береді ме? Негізі сол основной қыста болады ғой жарыстың бәрі, өйткені бүркіттер жаздың кезінде уже шыдамайды ыстыққа. Бұлар суықты ұнатқаннан кейін жазда қораға қамап түлетеміз бұларды. Уже күзден бастап күн салқындай бастағаннан кейін жаймен уже ұшырып, қолға шақырып дегендей жаттығулардың бәрін бастаймыз. Ал көктемде қайда болады? Көктемде енді күннің жылуына байланысты ғой бұлды. Қорада жүріп? Иә, қорада түлетіп. Ал енді қолға үйрету туралы айта кетші, жалпы бүркіт адамның бұлай ишарасын негізі қалай түсінеді? Біз бұны қолға үйретер кезде ең алғанша бірінші көп уақыт қолымызға ұстап, например, томағасын шешіп қойып қолға үйретеміз. Уже біздің қолымызға үйреп, бүркіт адамға бауыр басқаннан кейін жақындап неге қолға шақыра бастаймыз. Қолға шақырған кезде жақыннан жіппен екі жағынан байлап, етпен шақыратын боламыз. Уже бір келет, уже дальше ары қаратай өзінің инстинктімен үйренеді ғой. Жалпы етке үйретеміз? Иә, жалпы етке үйретеміз. Ал енді мысалға сен басында қаршығаны қолға үйреттің ғой? Иә. Енді қыранды қолға үйретіп жатқанда бір қорқыныш болмады ма? Қолға салмақ деген сияқты шок болады ау деген. Жас кезде енді баяғыда кішкентай кезінде болған, өсе келе қорқыныштың бәрін ұмыттық. Наоборот, қазір çoğalған пайдалы үйреніп кеттік. Ал енді алдыға қойған мақсат қандай? Алға қойған мақсат енді алып өртіп бірінші орын алу, ауылға жеңіспен оралу. Жалпы қыранды асырайтын
адамдардың арасынан негізінен бір кісі бір 10 шақты қыранды асырайтын азаматтар бар ма? Бар, иә. Әлде тек бір екеуімен ғана шектеле ме көбісі? Енді әр қайсысы өзінің жағдайына қарайды ғой. Енді сені осы жарыстағы ең жас қатысушылардың бірі десек дұрыс болады ғой, Иә. Жақсы. Көп рахмет. Аха, Алла разы болсын. Сау болыңыздар. Аты жөніңді айт бауырым, бірінші. Мен Болат Нұрдос Еркінұлы, Жамбыл облысынан келдім. Қай ауданнан? Меркі ауданынан келдік. Енді өзің жасың қаншада? Жасым 18-де. Жалпы енді осы құсбегілікпен қашаннан бастап айналысасың? Одан бөлек отбасында құсбегілікпен айналысатындар бар ма? Қызығушылық қашан пайда болды? Мен қызығушылық осыдан 3 жыл бұрын пайда болды. Осы Жалғас ағамызды шақырып үйіне, тренерім шақырып, жаңа Серікболсын ағам бар, солар шақырып үйіне. Кел, құс ұшырайық, үйретемін, кел деді жарысқа. Сөйтіп барып, жайлап үйреніп, сөйтіп. Мұнда Құдайға шүкір өзім үйде асыраймын. Берді маған, осыны бағып қақ, ұшыр деп. Енді ұшырып отыр, қазір бір 2 жыл болып қалды ұшырып отқаныма. 1 жыл өзім үйрендім, жүрдім, басқасында үйретті, өздері жақын тартып ортасына қосты ғой. Ал енді осы алғашқы құсың ғой сенің, иә? Аха, алғашқысым ғой. Қолға қондырдым десе, иә? Аха, биыл құсты алып қолға, өзім жарысым, өз құсымды қосып сөйтіп. Оның өзінде де көмектеседі, өздері айтып тұрады, мынаны істе, мынаны қыл деп ше. Әлі де білеріміз алдыда деп ойлаймын. Молодец. Енді жалпы қолыңдағы құс туралы айта кетсең, қандай құс? Қолымдағы құс қаршыға, балапан. Биылғы балапан, аты Қоймас. Осы жастар осы чемпионатқа, 15-ші чемпионатқа келіп, өзіміз бағымызды сынау үшін келдік. Бұйырса Алла қаласа орын аламыз деген ойдамыз. Атының мағынасы туралы айта кетші. Қоймас, қалай айтсам болады. Жүлдені қоймасын деп қойдың ба? Аха, типа сондай. Алдына мақсат қойып сол үшін ұша берсін деп қойған тұрмын ғой. Енді мынау қаршығаны қайдан асырап алдың? Соны айтшы. Бұны Жалғас көкем өзі ұстап берді. Осы бақ, сен осыны ұшырды өзі берді сол кісі. Мен барған кезде маған подарок ретінде берді. Мына саған беремін осыны балам деп. Өзіне жақын тартты. Бұрын негізі бұл туысқанды қатынасымыз жоқ қой. Қазір бірақ өзінің баласындай көреді мен. Кел деп шақырды. Саған подаркым бар деп шақырды. Келіп ем. Осы құсты қолыма қондырды. Балам мынау саған деп. Аллаға шүкір енді қазір ақырындап өзіміз үйреніп отырық. Үйде асырап, бағып, қағып. Ал енді отбасында жалпы сенен басқа ешкім онша құсбегілік Отбасында құсбегілікпен айналысатындар жоқ. Інім қызығады. Алла қаласа енді өзіміз ақырындап өсіп өнсек, оны да жаныма тартып ұшырамыз деген ойдамыз семьямызбен. ауылда құсбегілікке қызығушылары қалай көп пе? Бар өзім достарымның арасында бар, інілерім бар. Апарыңыз деп сөйтіне алады. Алла қаласа оны да көреміз ақырындап болып жатса. Енді қаршығамен кейде бір осы қыс мезгілінде аңға шығасыңдар ма? Аға, қырғауылға, қоянға, қолымызға қондырып, таз иттерді алып аламыз. Шығарады, саламыз, өзіміздің азартымыз үшін қосамыз. Ол жайлы аласыңдар ғой, иә? Аға, Аллаға шүкір. Жалпы енді қаршығаға қалай тамақтануға, немен тамақтанады, немен қоректенер есіңде? Бұлар свежий ет жейді ғой. Көбінесе кептердің етін береміз. Өзіміз табиғи кептерге саламыз, алғанын алып береміз, сөйтіп өзіне тамақтандырамыз ғой. Ал үйдегілер енді қарсы болмай ма? Біз жемеген етті осы құстар жеп жатыр деп. Жоқ, қарсы болмайды. Қайта қолдау білдіреді, ата-анама рахмет. Молодец деп етінен қақпаған осы уақытқа дейін жібереді, жарысқа да бәріне жібереді. Қайта үйрен, көр, ел жер көр деп жібереді дейсіз. Керемет. Енді бұрын өзің жасөспірімдер, жастар арасында қандай жарыстарға қатыстың, қандай жарыстардан жүлделі болдың? Өскемен қаласында чемпионатта 3-ші орын алдым бүркітпен. Ол тоже жаңа Жалғас көкемнің үлкен тұңғыш ұлы Бабажан Берікболсын, кімдікі? Бақабайдікі. Бағдәулет ағамыздың құсы еді. Сол кісі маған беріп қос деп берді, сол кісінің қосып, сол жерде жүлделі болғаным бар. Ал енді өзіңнің пікіріңді білейінші, жеке пікіріңді. Жалпы Қазақстанда біраз жарыстарға қатысып жүрсің ғой. Аха. Жастар арасында өзің қатарлы осы жасөспірімдер жастар арасында жалпы құсбегілікке қызығу, құсбегіліктің дамуы қандай деңгейде? Жақсы деңгейде деп ойлаймын. Жастар көп. Бүгінде жасөспірімдерге де жастарға да көп қатысушылар келген. Қарсыластар мықты. Жақсы көп. Бәсекелестік бар ғой. Бәсекелестік бар, даму деген көп.
акырындап болуп атыр го. Ал өзге мемлекеттегі қандас бауырларымыз ше, олар да қатысып тұра ма жарыстарға? Аха келеді го, жарысқа келет. Акырында боларда жолдар түсүп атса, болуп атса, каржылай кыйындыктар болмай атса, келеді го жарыска. Кеп көрүп, кызыктап, косуп, жүлделүү болуп кайтаткандар да бар го. Жақсы, көп рахмет бауыр. Болды. Иә. Аты жөніңізді айтыңызшы. Менің есімім Данияр Аяжан. Қанша жастасыз? Жасым 21-де Алматы қаласының құрамасынан боламын. Енді құсбегілікке қашаннан бастап қызығасыз? Жалпы құсбегілікке қашаннан бастап айналысасыз? Отбасында айналысатын азаматтар бар ма? Сіздің алғашқы ұстазыңыз кім? Қалай бұл өнерге келдіңіз? Менің құсбегілікпен айналысып жүргеніме 3 жылдан асты. 18 жасымда келген болатынмын. Отбасымда менің құсбегілікпен айналысатын адамдар жоқ. Дегенмен ұстазым бар, Сұлтансерік Бекетұлы. Сол кісінің бастамасымен ұлттық спортымызды осылай қыздар арқылы дамытайық деген идеяны қолдап, осылай жасап жатырмыз. Қазір ең алғашқы қыз болып, қыздардан шыққан болатынмын, қыз ұстап. Қазір енді көріп отырғаныңыздай қыздар көбейіп жатыр, бір 10-15 шақты қыз бармыз. Қалай сонда облыстағы ең алғашқы қыз болып бердіңіз әлде? Қазақстандағы. Қазақстандағы ең алғашқы Иә. қыздардың бірісіз ғой, Иә. Ой, күшті, керемет. Ал енді жалпы алғаш қандай қызды қолға үйреттіңіз сіз? Қанша жасыңызда? Сол 18 жасымда ең алғаш маған бүркіт берді. Ең қиыннан бастадым деп айтсам болады. Ол түз қыраны болатын. Түз қыраны бізде даладан ұсталып келген, әлі қолға үйретілмеген құс болған. 0-ден бастап екеуміз бірге үйрендік деп айтсам болады. Сол құсым маған өте жақын. Қазіргі таңда, мынау естіліп жатыр ғой. Ештеңе етпейді, айта беріңіз. Қазіргі таңда менің 2 құсым бар, алтын және арын. Алтын қазір машинеде, сол жаңағы ең алғашқы құсым алтын, оның жасы 3-те. Қолымдағы құсым арын, жасы 6-да. Керемет, енді қолыңыздағы құспен қандай бір жетістіктерге жеттіңіз? Қазір бізде командамызда Адия деген қыз бар. Адия деген қыз осы жасөспірімдер арасында бүркіт пен арынмен қатысып жатыр. Ал мен жастар арасында категориямыз үлкенірек болғандықтан алтынмен қатысып жатырмын. Солай екеуміз 2 бүркітпен 2 жақтан қатысып жатырмыз. Осы уақытқа дейін жақсы нәтиже көрсеттік. Аға, ойбай, Осы уақытқа дейін жақсы жетістікке жеттік. Жақында ғана Алматы қаласының чемпионаты өткен. Сол жақта Адия екеуміз 2 категорияда болдық. Адия екеуміз бүркіттен 3-ші орын алдық. Қаршығадан, ителгіден орындар алдық. Енді мынаны айтыңызшы, жалпы жігіттер енді құсты қолға үйретуден қашпайды ғой. Қыздар үшін қаншалықты қиын, қаншалықты оңай? Кішкене физиология тұрғысынан кішкене қиындау болып келеді, себебі ер балалар не десе де күші көбірек болады ғой қыздарға қарағанда. Басында қолымыз қатты ауырып, бүркітті көтере алмай, оны ұшыра алмай деген сияқты біраз қиындықтар болған болатын. Уақыт өте келе қолыңда үйренеді, өзіңде үйренеді екенсің. Қазір барлығы жақсы, бірақ жарыстарда көріп тұрғаныңыздай ер адамдар әлі де көбірек. Олармен күшіміз бірдей деп айта алмаймыз. Бірақ қыздар арасындағы жарыс бөлек өтеді ғой негізі. Қыздар арасындағы енді категория ретінде қосылады деп жатыр. Қыздар бөлек жарысады, ер адамдар бөлек жарысатындай болу керек. Ал бұған дейін ерлермен де жарыс бердіңіздер? Бұған дейін ерлермен жарысып келе жатырмыз осы уақытқа дейін, иә. Әлі жарыс болған жоқ қыздар арасында. Биыл болады енді. Осы жылы бұйыртса болу керек, иә. Қыздар көбейіп жатыр өйткені, соны тілеп отырмыз. Ал көшпенділер ойындарына қатысты? Көшпенділер ойынына ол ұлттық құрамадан өздері таңдап іріктелген адамдар қатысты. Мен тек амбассадор ретінде суреттерге түсіп жүрдім. Және де бүкіл плакаттарда мен суретім болды. Жақсы, керемет. Енді құсты асырау туралы айта кетсеңіз, өзіңіз асырайсыз ба? Не бересіз? Қалай тамақтандырасыз? Құсты өзіміз асыраймыз, жер үйде, Алматы қаласында. Құстар күніне орта есеппен жарты келі ет жейді. Таза ет, тұздалмаған. Тұздалған ет жесе құстар бірден өліп қалады. Ол да өте маңызды деп ойлаймыз. Көп білмейтін адамдарға. Және де құстарымыз андай. Бүркіттер қатты ауа райына мән береді. Мысалы, күн ыстық болған кезде олардың күйі келмей қалса ұшпай қояды. Күн жылы кезде біз оларды көп мазаламаймыз. Жаздың күндері олар түлейді. Қыста осындай маусым болып саналады. Бүркіттердің маусымы осындай уақытта аңдар да көп болады, аңға көп шығады бүркіттермен осындай уақытта. Ал сіз өзіңіз аңға шығасыз ба? Иә. Шын айтам.
Аңшылыққа осы арынмен мен бір рет түлкі алғанмын. Аңшылыққа көбінесе атпен шығады ғой, біз ол кезде машинамен шыққан болатынбыз, көлікпен, жеңіл көлікпен, кәдімгідей қырқалардың арасында алдымыздан түлкі шығып қалды. Бірден терезеден арынды шығарып, лақтырып жібердім. Арын өте андай, уже профессионал деп айтса болады. Профессионал болғандықтан тез жетіп барып ұстап, солай түлкі алды. Ол кезде желтоқсан кезі болған, бірақ қар жаумаған болатын. Қара жерде болды. Жалпы аңшылыққа, саятшылыққа негізі ауа райының қатты әсері жоқ қой, иә? Жоқ, аң бар жерге барасың. Керемет. Ал енді мынаны айта кетсеңіз, үйдегілердің жалпы осы құсбегілік өнеріңізге көзқарасы қалай? Үйімдегілер басында түсінбей қарайтын әрине. Қазір уақыт өте келе осындай жетістікке жетіп жатқанын көріп, құстарды қалай жақсы көретінімді көріп, олар да мені қолдап отырады үйден. Олар қызығып қарайды деп айтсам болады. Өйткені күнде кездестіре бермейсің ғой бұндай затта. Қызығып, көп сұрақ қойып, қыздар керек па деген сияқты сұрақтар көп келеді. Тағы айтар былай алып қосарыңыз болса, қызықты біздің фактілер болса. Не айтты бұған дейін балдар? Жоқ, өзіңіз қыздар арасында деймін, жалпы. Балдар көп нәрсе айтты ғой. Ұлдар көп сөйлейді, иә? Жоқ, сіз көп сөйлейміз, не ғой, бізде уже опыт барды. Тек сұхбат бере береміз десең. Керемет, бір онда бір андай нәрсе айтыңызшы, қалай бір қолдау, жалпы көңіліңіз тола ма осы құсбегілік өнеріне жасалып жатқан мемлекеттің қамқорлығына, қолдауына деген секілді? Өзім жарысқа қатысып жүргеніме 3 жыл болды. 3 жылдың ішінде құсбегілік өнері өте жақсы дамып келе жатыр деп айта аламын. Жылдан жылға көркейіп, ауқымы да өсіп келе жатыр. Танитын адамдар да көбейіп жатыр деп айтсам болады. Бұған дейін шыны керек, мен өзім осы спорт түріне келмей жатып, қарапайым халықтың арасынан бұндай құсбегілік туралы мәлімет өте аз. Қазір соны қарапайым халыққа жеткізіп, өзіміздің ұлттық спортымызды неге әлемдік деңгейге жеткізбеске деген идея келіп жатыр барлығымызға. Сол үшін барлығымыз тырысып жатырмыз. Қазір осылай бүркіттерімізді насихаттап жүрміз. Керемет, жаңа айтып кеттіңіз, амбассадор болған дедіңіз. Иә. Осындай енді әлемдегі бір National Geographic секілді баспасөз беттеріне, журналдарға, жалпы осы Орта Азиядағы Азия халықтарының, шығыс халықтарының осындай бір өнері қызықты. Енді сізге бір сондай суреттерге фотосессия жасадыңыз ба? Үлкен бір беделді баспасөз журналдармен, телеарналармен? Қателеспесем, мен былтыр Бозанбайда түскен суреттерім Франция журналдарына кеткен болатын, ал әдейілеп әлі бізді олай шақырған жоқ. Жалпы айтып жатқан болып, сол Иә, Франция журналдарына түскен болатын. Дегенмен әлі бұлай ұсыныс болған жоқ. Әлі ұсыныс жоқ. Бұйыртса болады деген үміттеміз. Ал енді мынау крандардың бүркіттердің былай бағасы бола ма? Қаншаға бағалар едіңіз, мәселен сатып алам деген ұсынысы? Өкінішке орай емес, негізі заң бойынша қазір құстарды, қыран құстарды сатып алу заңмен қудаланады. Ондай бізде мүлдем қарсы, құсбегілердің өздері де. Тек питомниктар бар, арнайы питомниктар, сол жерлерден ғана рұқсат қағазымен, бүкіл метркесімен алатындай жағдай барда. Жақсы. Көп рахмет сізге. Сізге де. Күшті, бүреге бітті. Сөйтіп тұрады. О, 25 кило. жоқ. 8 кило ма? 7, орта есеппен 7. Құрметті командаға өкілдері құсбегілік қазақ ұлтының қанына сіңген көне дәстүр. Көшпенділер өмірінен берік орын алған. Оған дәлел ретінде әлемдегі бірде-бір елдің мемлекеттік рәміздері айтуға болады. Қадірлі жанкүйерлер, құрметті спортшылар, ителгі қаршыға құстарын қолға шақыру, бүркітті шырға салу, қаршығаны кептерге салу, ителгімен далбай ойнату сайыстары бойынша кім мықтыны анықтайтын болады. Олай болса чемпионатымызға төрелік ететін төрешілер алғасын таныстырып өтуге және ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Чемпионаттың бас төрешісі Кебенов Жомарт Паңұлы бастап.
Сонымен қатар арнайы бүгінгі Мұхаддасұлы Нақыпбек мырзаны құсбегіліктен мемлекеттік жаттықтырушы Күнтуған Базарбекті Бағдат мырзаны қошеметпен ортамызға шақырамыз. Спорт басқармасының басшысының міндетін атқарушы Алмасбек Мұхаддасұлы қабылдадық. Мемлекет басшысы өзінің жылдағы ішінде ұлттық спортқа ерекше көңіл бөліп келеді. Оның дәлелі ретінде былтырғы жылы өткен Астана қаласындағы біздің осы Түркістан өңірінде өткізіп отқан өзіңізге алғысымызды айтамыз. Ендіше келесі қасиетті киелі мекеннің тұрғындары осы бүгін осы сіздердің көктеріңізге келіп осындай жерде жарыс өтіп жатқаны, менің екі қанатымның астында, бүкіл әлем менің екі қанатымның астында, осының айналасында жүрген бүкіл біздің халықтың қуанышын, халықтың мәдениетін, халықтың осындай ұлттық спортын дамыту жөнінде көптеген бағдарламалары нұсқау кезде осы Төле би ауданында міне жалғыз ғана паң осы жарысқа өздерінің құстарын көтеріп келіп отыр. Міне бүгін жарыстың бас төрешісі мына Жомарт міне осы өңірде міне жаңа мына Бағдаттың балалары бүгін құс көтеріп басқа азаматтарымыздың жанашырлығының белгісі деп айтуға болады. Өйткені міне сол үлкен бір саланы қазір басқарып отыр. Міне сол беріктің басшылығымен кеше ғана міне жан-жақтағы облыстарға хабарлады. Бүкіл Қазақстан облысында ұлттық спорт ең жоғары деңгейдегі дәнегі приоритетный спортқа кіргізіп жатыр. Сондықтан сіздердің барлықтарыңызға осындай спортқа кірулеріңіз үшін құттықтаймын. Біздің қазақтың ұлттық спорт, соның ішінде құсбегілік спортын әрі қарай дамытатын, әрі өңірден дамып келе жатқан мысалға бүгінгі облыста 9 облыс, 2 қала келіп жатыр екен. Бұл жастар үшін, жасөспірімдер үшін өте мен үшін үлкен жеңістік. Құдай бұйырса ертең солтүстік Қазақстан облысы Петропавловск қаласында ересектер арасындағы 18 чемпионатқа мен ойлаймын бір Қазақстанның бүкіл облысынан келеді деген сенімдемін. Өйткені бізде 18 облыста бізде қазір 2 қалада, бізде Шымкенттен басқасын, 2 қаладан басқасын бүкіл облысында құсбегілік федерациясының және филиалдары ашылған, облыстағы аға жаттықтырушылар жұмыс істейді. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Бүгінгі ең алғыр, ең мықты құсбегілер жеңіске жетсін. Мен жаңағы мында 16 чемпионат осы Түркістан облысына өткізуіне ең бірінші біздің құсбегілік федерациясының президенті Берік Уәлиевтің алғыс айтқым келеді. Сол кісінің атынан сіздерге сәлем айтқым келеді. Біздің министріміз Ербол Мырзабосовтың атынан сіздерге сәлем айтқым келеді. Барлық енді құсбегілерге сәттілік тілеймін. Тек ең мықты, ең алғыр құс жетістікке жетсін. Біздің бүгінгі жарысымыздың төрешілері өздеріңізге белгілі. Осы Түркістан облысының аға жаттықтырушысы Кеуен Жомарт Азамат кеше ғана сайланды. Олмен қоса бізде 10 төрешіміз бар. Енді бәрі әділ, өз деңгейінде өтеді деген сенімдеміз. Енді жастардың енді барлығына қарасам, бәрі енді кеше ғана бала, осы кеше ғана біздің облыстағы аға жаттықтырушылардың бәрі кеше осындай сіздер кеше 20 жыл бұрын кім едіңіздер? Осындай бала едіңіздер. Енді араларында арттарыңызда осындай балалар еріп жатқанына мен өте қуаныштымын. Біздің ұлттық спортымыз сондықтан мәңгілік жасайды деп сенімдемін. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Ең мықты құсбегілер жеңіске жетуіне тілектеспін. Жәнегі өз атымнан, президентіміз Берік Уәлиев атынан, министр Ербол Мырзабосовтың атынан, ұлттық спорт түрлі спортының атынан барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет сіздерге. Құрметті құсбегілер, құрметті ауданымыздың қонақтары. Мінекей осындай өтінуінің өзінде бір тарихи маңыздылығы бар шығар. Ол тарихты жаңа апайларыңыз айтып кетті. Ол паң атамыздан бастаған әулеттердің бүгінде сол құсбегілікті ары қарай жалғастырып кеткандығының бір көрінісі. Сол тарихты
зерттеген, сол құстың жағдайын білген азаматтың бірі ретінде айтарым, сіздердің еңбектеріңіз өте орасан зор құсбегілер. Бір жарыстан екінші жарысқа бару үшін, бір облыстан екінші облысқа бару үшін қандай қиыншылықпен баратындарыңыздың бәрін естіп білдім. Бағдат Мөлдекейқызы, бұл өте бір басқа спорттың түрлеріне қарағанда бұл өте бір ауыр, сондай қолайсыз деп айтсақ та болады. Бірі түсінсе, бірі түсінбейтін бір жағдайлардан кететіндеріңізді біліп отырмыз. Осында келулеріңіздің өзі қандай бір үлкен күшпен келіп отырсыздар. Сондықтан оннан аса, мінекей 2 қаламыз бар. Әр облыстарымыздан келген қонақтарға бүгін айтқым келетіні, әрдайым жолдарыңыз ақ болсын, сапарларыңыз оң болсын, мынау қырандарыңыздың қанаты талмасын, мынау жүлделеріңіз көп бола берсін деп, бүгін жақсылап осы елді бір мерекелеп, мынау чемпионатты өткізіп, елдеріңізге аман-есен жете беріңіз деп айтқым келеді. Барлықтарыңызға құтты болсын айтамыз. Ал енді Астана қаласына келген басшылықтарға айтарымыз, осы Төле биді таңдағандарыңыз үшін сіздерге алғысымыз шексіз. Жаңа сіздерден сияқты азаматтар мен азаматшылардың арқасында бұл ата бабамыздан жатқан салт дәстүріміздің сақталып кеткен осындай азаматтардың арқасында деп білемін. Барлықтарыңызға рахмет. Жақсы. Bolcha mayor tezar öt. Жүгір бері кел. Майор қайт. Бағанағы бетіне тұрғын да бір кадр алайсыз. Ағас тез өтке бұға кел. Жоқ, дайын емес. Жүгір бол, жүгірсейші бері. Бош, тез өт ағас тез. Дайымын де. Дайын. Анау жауып қалдық қазір. Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Енді қазақтың құсбегілік өнері бабадан осы балаға жалғасқан үлкен өнер деп айтуға болады. Әрине құсбегіліктің тарихын зерттеушілер жалпы осы біздің аңшылық осы маусымы басталғаннан елде бір үлкен сұрақ мазалайды. Осы қазақтың аңшылығы қай уақытта басталған, қазақтың аңшылығы қалай дамыды деп. Енді біздің зерттеушілеріміздің, ғалымдарымыздың айтуы бойынша осы 2000 жылдық тарихы бар, осы аңшылықтың, құсбегіліктің дейді. Біреу 3000 жылдық тарихы бар дейді, бірақ бұлай қарап отырсақ, тіршілікте енді қазақ өзі қазақ болып дамыған уақытынан бастап, бұл мына тіршілік үшін, адамның мына азығы үшін кезінде осы аңдарды аулап тіршілік етті ғой. Одан кейін енді осы хандарымыз, билеріміз тарихта айтылады, мысалы Шыңғыс ханның айналасында 3000 қыраны болған. Жаңа Құбылай ханның 15.000 қыраны болыпты. Одан беріде міне Абылай ханның айналасында 500 қыраны бар деп. Сондай әңгімелер айтылады, соған қарағанда бұның тарихы одан да ар жаққа жатыр деп айтуға болады. Енді соның жалғасында мысалы біздің осы аңшылық мектептің дейміз, осы аңшылық өнердің басында біздің Абай атамыз тұр ғой. Абай тұр, Шәкәрім тұр міне. Сол кісілерден кейін мына Шоқан бабамызда жас кезінде әсіресе Қаршығаға үйір болған екен. Қолым босаса шіркін осы Шыңғыстауда осы Қаршыға салып бір қызығын көрсем деп армандаған екен кезінде Шоқан бабамыз міне. Содан кейінгі біздің мына Иман Жүсіп, Сәкен серіміз, Біржан Сал, Ақан серінің барлығы да кезінде қолдарына қыран ұстап
жүйрік таза асыраған ғой міне. Соған қарағанда міне 37 жылы, 1937 жылы осы зобалаң басталған уақытта ең соңғы серіміз Сәкен Сейфуллин өзінің Алматыдағы ауласында қыран ұстап отырған екен. Жұмыстан шаршап, қажып келген кездерінде сол қыранын сипалап, өзінің барлық жан дүниесін сол қыранменен ұштастырған екен міне. Сол өнеріміз осы кеңес кезінде құрдымға кетіп қалды ғой. Талай сол сал-серілеріміздің ұстаған құнды дүниелерінің бәрі жан-жаққа тарап кетті. Бірақ сол жіпті жоғалтпай, сол ұлттық құндылығымызды жаңағы үзбей алып келген біздің осы бабаларымызға бүгін басымыз иіп шынында да рахмет айтамыз. Өйткені бүгін қараңызшы, мынау кең далада кезінде билік құрып, 300-дің басын қосып, осында келелі әңгіме айтқан Төле би бабамыздың әруағы желеп жебеп жүрсін, міне сол кісінің топырағында осы мына жастар мен жасөспірімдердің республикалық 16-шы чемпионаты қазір өтіп жатыр, міне аяқталуға жақын. Бұның өзі де өте үлкен бір мына бабалар ізін жалғауға, сол бабаларымыздың әруағы қайтадан кеп тіріліп жатыр деп айтуға болады шындығында. Өйткені бұрындары біздің құсбегілердің ең кіші жасы 60-та, ең үлкені 90-да еді. Оның өзі бір республика бойынша бір 20-ға жетпейтін құсбегі болатын. Және бүркіт қана дамыған. Қазір қарап отырсаңыз, міне жастардың 80-90% осы құсбегілікпен, оның ішінде ешкім қолға ұстап көрмеген мына ителгі, қаршыға, мына сұңқар тектес құстарды қолға ұстап жүр міне. Өйткені қазір республика бойынша барлық ұлттық спорт мектептерінде осы құсбегілік саятшылық бөлімі бар. Сонда біздің балалар 8 жасынан бастап тәрбиеленеді міне. Солар қазір құстарын ұстап осы жарысқа келіп отыр. Ал енді мен осы өңірге әрине негізі мамандығы журналист болғаннан кейін әртүрлі сапарларда келдім. Бірақ осы мына құс бағу, құс асырауда мен сол 1990 жылдың басында 89 жылдарда 90 міне. Сол жылдарда келгем 35 жыл болыпты осы топыраққа, осы құстың ізімен келгені міне. Ол кезде осы өңірде сол осы құспен айналысатын, тазымен айналысатын кімдер бар деп сол ұлттық құндылығымызды іздеген кезде осы Төле би ауданында Паң деген ақсақал болған. Сол кісі енді кейін 98 жыл жасап өмірден өтті. Сол кісінің осы балалары қазір немере шөберелері бүгін құс ұстап келіп отыр. Осы жарыстың бас төрешісі мына Жомарт Кеуенов, сол кісінің ұрпағы, сол Паң ақсақалдың. Сондықтан ойлаймыз, мынау шөпте өзі құнарлы жерге өседі дейді ғой. Міне табиғаты керемет, осы таудың етегінде осындай бабаларымыздың, қасиетті бабаларымыздың жүріп өткен ізінде осындай бүгін құсбегілік дамып жатса, біз оған өте қуаныштымыз. Облыс әкімдігіне, осы спорттың айналасында жүрген барлық азаматтарға алғысымыз шексіз. Міне сол біздің бар айтатынымыз. Енді жалпы осы жарыстың барысына тоқталатын болсақ, қазір 12 команда келіп отыр. 3 қаладан 9 облыстан келді. 70-тен аса құсбегі келді. Сол қолдарында ителгі, мынау жаңа қаршыға, бүркіт қондырып, осы құсбегіліктің 3 түрі бойынша бірнеше кезеңнен жарыс тұрады. Сол кезеңдерді біз бастап өткізіп жатырмыз. Алдымен жастар арасында, жасөспірімдер арасында осында бүркіт салу, содан қаршыға салу, сосын ителгіні мына далбайға ойнату, иесімен арасында қатынас жылдамдығын тексеру, осындай кезеңдер болады. Басқа қандай? Енді қазіргі таңда осы құсбегіліктің өнерде көңіл толмайтын бір кемшін тұстар бар ма? Енді әрине былай алып қарасақ, енді құсбегіліктің тарихы мыңдаған жылдарға созылды деп айтамыз. Ал енді мына қазақтың сол құсбегілігінде өзіміздің көк туымызда тұрған қыранның арғы тарихын зерттеп жүрген бізге жаңа ғалымдарымыз жоқтың қасы деп айтуға болады. Біріншіден тарихы, осының дамуы жағынан зерттеп жүрген қазір ғалымдарымыз да, сосын кейін мына оқу орындарының да жаңағы бұған қазір көңіл толады деп айта алмаймыз. Енді үлкен ең бір көңіл толмайтын, әлі күнге дейін орындалмай жүрген арманымыз мына құсбегілерді тасымалдау жағы. Мына пойызда осы жүріп тұру өте қиын.
сондықтан бұл шешілмеген проблема осы тек қана тасымал. Ал қалған нәрселерді енді мына құсбегілік федерациясы соңғы жылдары көптеген жұмыстар істеп жатыр. Мына Берік Уәли бауырымыз келгелі бері мына ескірмейтін есімдер деген жобамыз бар. Өткен жылы осы Алматы облысында көп жылдар ескерілмей кеткен кеңес үкіметінің кезінде Францияға барып құс ұшырған жаңағы керемет құсбегіміз бар еді, Дәулет Тақып Сәрсебек деген ата. Сол кісінің атында жаңағы үлкен республикалық турнир өткіздік, халықаралық тіптен. Ал енді биылғы жылы мынау Павлодар Баянауыл өңірінде аштық жылдары бір ауыл емес, бүкіл аймақты аштықтан аман алып қалуға атсалысқан Мәуия Ақсақал Әбікеев. Сол кісінің 125 жылдығы бар. Ескірмейтін есімдер жобасында соны биыл республикалық турнир жасайық деп жатырмыз. Оның үстіне енді осы салада мен жарты ғұмырымды арнап келе жатқаннан кейін сол Мәуия Ақсақал жөнінде Ақбеттің Ағиығы атты кітап қазір жазылып жатыр. Екінші еңбек осы кезінде сол Қазақ радиосында жүргенде, кейін мына жер жөніндегі мемлекеттік комитетте баспасөз қызметінде жүргенде біраз жинаған материалдарым бар. Соны сол бір 30 баспа табаққа жуық еңбек, сол еңбекті қазір жазу үстіндеміз. Сондықтан федерация қазір жұмыс істеп жатыр. Халықаралық деңгейде осы жан-жаққа бүркітшілеріміздің шығуы, шетелден біздің құсбегілеріміздің келуін жағдайларын бәрін қазір қарастырып жатырмыз. Енді осыдан 2 жыл бұрын республикалық құсбегілік федерациясы болса, қазір енді біздікі осы құсбегілік халықаралық федерация болып ұйымдастырылды. Алға қоятын енді жоспарларымыз, жалпы атқаратын шаруаларымыз өте көп. Өзіңіз қай жақтың тумасыз? Мен Алматы облысы. Алматы облысында. Айтайын. Сөйтейін. Жаңағы сумкамға деген. Ja, болды. Әзеке, әлі бермесеңші, алып кеп алып, қолталады. Алып кетмейді, ата-ана қарған жерге барып келгенше айырып, қолталады. 2-3 кет. Рам бүркіт не алмас салсабақтар. Хашымбай жырға қосқан құстар бүгінгі сайыстың басты жүлдегерлері. Бұл бәсекеге еліміздің түкпір-түкпірінен келген құсбегілер өз өнерлерін көрсетіп қалып жатыр. Олар өзінің қырандарын түрлі қашықтықта алысқа ұшырып, алғырлығы мен ептілігі бойынша сынға түсірген. Күштер келесі айналымға өтті. 9 бүркіт келесі айналымға өтті. Ақтық сын. Нұрсұлтан, біздің балдар айтпеш? Мен іздеп атыдеш мен. Қашын? Ол вообще красавец ол ше. 5 метр қосында лентай. Бүркіттер шыр емес ол болдыңма. Не алып көріп отыр? Дайындалсын Нұрмаханбетов Дулат, Алматы қаласынан келген. Сіргелі атты бүркітімен. Білмейді. Білмейді екен. Басын жанына қара дейін ма? Азамат деген аңшымын, Майлақ ауылына келген. Майлақ деген?
Orada var mı? Taz emas pa? Burkut var mı onda? Bu asar qarab qol bo'lgan mı? Gel. Былай қарасақ негізі ана жаққа қарайды бұл жер. Мына жақтан баратын кезде болсын, мына жақтан былай түсірсінші. Басын ары қарай кетіп қалды ма? Міне қазір кадрды ілсеңізші. О. Әдемі. Хоп. Жетеді. Өкінішке орай мәре сызығынан өтіп кетті. Аңғын тілмен айтқанда түлкі тілге кіріп үлгерді. Азамат деген аңшымын, Майлақ ауылына келген. Майлақ dedi? Ne o var mı? Orada Orada var mı? Taz emas pa? Burkut var mı onda? Bu asar qarab qol bo'lgan mı? Gel. Былай қарасақ негізі ана жаққа қарайды бұл жер. Мына жақтан баратын кезде болсын, мына жақтан былай түсірсінші. Сардаламын топырағын шаң қылған, аспан тектес азаттықтың жолындай, арды қазақ жан қиған. Тарихын ұрпақ үшін азаттық жолында алтын сардаламын топырағын шаң қылған, аспан тектес азаттықтың жолындай, арды қазақ жан қиған. Тарихын Sipal abi ya mойындан. Құрметті көрермендер, көрушілерге кедергі келтірмеңіздер. 3 метр қиын тұрсаңыздар да көресіздер. Тоқтасын Бақтияр дайындалып тұрсын, Алматы облысынан келген. Сардаламын топырағын шаң қылған, аспан тектес азаттықтың жолындай, арды қазақ жан қиған. Тарихын Мен түсіріп жатырмын, я солай бір қимылдарыңызды істей беріңіз. Жаңағыдай басын сипалап істей бер. Жоқ, бияққа кіріңіз. Дулат Маратұлы.
Мына тауға қарап тұрыңызшы өзіңіз. Басын бұрып келіп отырған Қаратау аудандық әжелер ұжымына алғысымызды айта отырып, Айқарагөз тобының әдемі әні болсын деп, әжелерді қошеметпен ортамызға қарсылайық. Бір минут қазір. Зачем? Басын алу керек болып тұрды. Кел. Қырсық қояны ма? Бер қарамай алды ма? Мұнда бірдеңке көріп тұрмыз. Вот. Бар ғой, жібер бар ғой. Болды. Баршаларыңызға алғысымызды білдіреміз. Төле би бабамыз әділдікті ту еткен, сондықтан әділ шешім болады, мықты тұғырдан көрінеді, ал кейінгілері сол мықтыдан тәжірибе алмасады деген ойдамыз. Баршаларыңызға алғысымызды білдіреміз. Төле би бабамыз әділдікті ту еткен, сондықтан әділ шешім болады, мықты тұғырдан көрінеді, ал кейінгілері сол мықтыдан тәжірибе алмасады деген ойдамыз. Әрдайым Қазір ұшырып атқан кім қазір? Досымжан ба? Иә. Досымжаннан кейін ұшыратын Жетісу облысы Нұржан. Одан кейін ұшыратын Алматы қаласы Ақылжан. Ал Әлғазиз жоқ қой. Жоқ. Тағы да келген қонақтарымызға ыстық ықылас, әдемі сәттілік тілейді Төле би аудандық әкімдігінің орынбасары Жанғазиев Бағдат мырзаға беріледі. ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, қадірменді біздің ауданға өткізіп жатқан федерация ұжымына және облыс басшылығына алғысымыз шексіз. Әрине Тоқтасов Бақтияр Алматы облысынан келген. Сарыбұлаев Жандарбек Алматы қаласынан келген. Дайын. Қыран бүркіт не алмас салса баптап. Хакім абай жырға қосқан құстар бүгінгі сайыстың басты кейіпкерлері. Бұл бәсекеге еліміздің түкпір-түкпірінен келген құсбегілер өз өнерлерін көрсетіп бағып жатыр. Олар өзінің қырандарын түрлі қашықтықта алысқа ұшырып, алғырлығы мен ептілігі бойынша сынға түсуде.
есіміңізді айтыңыз. Батырбек Адия. Қай жақтансыз, қанша жастасыз? Алматы қаласынан, жасым 15-те. Жасөспірімдер ме әлде жастар арасында? Жасөспірімдер де қатысамын, иә. Енді құсбегілікпен қашаннан бастап айналысасыз? Жалпы отбасыңыз айналысатындар бар ма? Алғаш бұл өнерге сізді кім алып келді? Жалпы құсбегілікпен айналысып жүргеніме 2 жылдай уақыт болды. Осы басындағы 1 жыл айналысып бастадым, енді қатысып жүргеніме 1 жылдай болды жарыстарға. Жалпы отбасымнан аталарым айналысқан болатын. Және де осы отбасы мүшелері арқасында келдім құсбегілікке. Отбасыңызбен келдіңіз ғой, иә? Жоқ, отбасыммен емес, осы отбасымның адамдары арқылы. Жақсы, керемет. Енді қолыңыздағы қаршығаны қашаннан бастап үйретесіз? Балапан. Жалпы құсыңыз қандай еді? Алғашқы құсым бүркіт болған болатын, есімі Аймауыт, жасы 3-те. Бұл қазір қаршыға, есімі Найза, жасы 1-де, балапан. Жаңадан қолға түскеннен бері өзім ұстап, баптап жүрмін. Яғни жақындастарыңыз оны қолға, иә? Иә, осы 2-3 айдай болып қалды демау. Жақсы, керемет. Енді бұрын қандай бәсекелерге қатыстыңыз өзіңіз? Жарыстарға ма? Иә, жарыстарға. Бұл менің 5-ші жарысым. Бұған дейін Есікте қатысқан болатынмын, сосын Алматы қаласында чемпионатқа, және де Қарағанды облысындағы чемпионатқа қатысқам. Иә, тағы да бар. Осылар. Енді қаршығаның жалпы тамақтануы қыранға қарағанда қандай бір айырмашылығы, өзгешелігі бар? Бұлар көбінесе кептер, сондайлар жейді. Онша ет жемейді қаршығалар. Осыларға кептердің төсін береміз, ашып, дайындап, осы кептер. Және де тірі кептерге де жібереміз. Енді Алматы облысы қайда жаңағы? қыранның денсаулығына қандай бір күтіп баптау жұмыстарын жүргізесіздер? Қаршығалар осы жалпы суық жерде ұстамаймыз, қаршығалар тез ауырып қалады. Және де суық ет бермейміз қаршығаларға. Вот сол. Қыранға қарағанда айырмашылығы сондай? Иә, айырмашылығы сондай. Денсаулығында бір дәрі-дәрмек ондай керек? Жоқ. Ондай еш нәрсе керек емес. Ал енді өзіңіз бір саятшылыққа жаңағыдай аңшылыққа шығып едіңіз? Иә, Алматы облысы. Түлкі ұстауға шықтым. Құстармен бірге. Анау не оқиды? Спортшы ма? Қан? Спортшы қыз ғой, иә? Спортшы қыз ғой. Бірге алайықшы. Болды ма? Қазір күте тұрыңыз, мына кісі жазып аламын. Аты жөніңізді айтып, қай өңірден екенін айтып жіберіңізші. Бір рет айтып жібересіз. Батырбек Адия, Алматы қаласынан. Батырбек? Адия. Адия ма? Адия. Адия. 4 әріп. Алматы қаласынан. Алматы қаласынан. Адия, енді айта кетіңізші, жаңағы осы құс асырауға, құсбегілікке үйдегі отбасындағы әке-шешеңіз, бауырларыңыз ешкім қарсылық танытпады ма, туған-туысқандар? Басында негізі танытқан болатын, қыз баласына керек емес деп айтатын. Бүркіт ауыр болған оның үстінде басында бүркіттен бастадық қой. Сөйтіп қолым барында шрам болып кетті, көбісі айтатын, керек емес қыз баласына деп. Бірақ жалғастырып жатырмын. Қазір онша қарсы емес негізі. Жіберіп жүр. Енді нан айтыңызшы, жалпы қыздар арасындағы қыранды қолға үйрету, жалпы құсбегілік енді ғана адымдап дамып келе жатыр ғой. Иә. Сіздердің өңірлеріңізде қалай? Жалпы елімізде қыздар арасындағы құсбегіліктің дамуына көңіліңіз тола ма өзіңіз? Негізі 50-50 дейінші. Қазір көптеген қыздар айналыспайды ғой. Осы жаңадан ғана келіп бастады қыздар, бұған дейін өте аз болатын қыз, 2-3 қыз ғана жүретінбіз да. Қазір жақсы жаңалықтардың бірі осы көбейіп жатыр қыздар. Өзім дамып келе жатыр деп ойлаймын. Алдағы уақытта бұдан көбірек. Жігіттер, ортаны босатамыз, фотосессия, алаңды босатамыз. Ата-бабадан мирас болып келе жатқан өнер ма, жалпы қанша жыл көлемі болды айналысып келе? 2 жыл уақыт болды. Алаңды босатамыз. Басынан дұрыстап айтып беріңізші. Ата-бабамыз. Жалпы өзіңіздің қатарластарыңыз. Алаңды босатамыз. Қандай бір аруларға, қатарластарыңызға қандай бір үгіт, насихат, кеңес айтар едіңіз? Құсбегілікпен айналысыңыздар, өте керемет спорт түрі. Серт болсын жалғасуы. Жалпы қай жағынан керемет? Серт болсын қайдасың? Осы құсты баптаумен, онымен бір қарым-қатынаста болу өзіме қатты ұнайды да. Серт болсын жалғасуы. Сол жағы керемет деп ойлаймын. Аты жөніңді айт. Ынтымақ Ақтай. Қанша жастасың? 10-да. 10-да. Қай облыстансың? Шығыс Қазақстан облысы. Қай ауыл? Зайсан ауданында. Бәрекелді. Енді өзің құсбегілікке қашаннан бастап қызығасың? Отбасында қызығатындар бар ма? Кім үйретті саған? Бар. Папам. Айта бер. Атам. Құсбегілікке қашаннан бастап қызығасың? Кішкентай кезімнен бастап. Енді бүгін жарысқа қатысайын депсің ба? Қанша жастар қатысасың? Жасөспірімдерге. Бабаларымыздың өмірін бүгінге жеткізіп жүрген енді қолыңдағы құс туралы айтып берші. Қашаннан бастап асырайсың? құсбегілерді сайысқа дайындауға рұқсат бермес бұрын тағы да бір әнге кезек бергіміз келіп отыр. Жазира Үскенованың орындауындағы Таңсыра қабылдаңыздар. Абайла. Так, басынан бастап айт, қолыңдағы құс туралы.
Ал мерекелеріңіз құтты болсын Алла қаласа. Бұның аты Қара Шегір. Бүркітті еттерін май бар ма? Оны мына жерінен біледі. Май бар болса, ол жасқа қатыса алмайды. Сондықтан мына жерінен біледі. Ол қазір қарны ашып тұр. Сондықтан Мазасы жоқ та сол үшін. Иә. Айта бер Ақтай. Ау? Айта бер. Оны қол талмау үшін тіреп, мысалы, көтеріп тұрғанда құсы көтеріп тұрған, бұлай көтеріп тұрған талады ғой, сол кезде бүйтіп қойып аласыз. Ақтай енді бұрын жарыстарға қатыспен? Жоқ, бірінші рет қатыстым. Алғашқы жарысың ғой бұл? Бірақ ауылдың ішінде ұшырып жүрсің ғой құсты? Жарыстан енді қандай нәтиже күтесің Құдай қаласа? Жеңіміздің. Папаң да қатысып жатыр ма бұл жерге? Иә. Ағаларың ше? Ағаларым қатыспайды, ағам жоқ. Сен тұңғыш баласың ғой? Иә. Бәрекелді. Енді жалпы болашаққа қандай жоспарың өзің, арманың қандай? Өскенде бүркіт жарыстарына көбінесе қатысып орын алуды. Мынау енді қолыңда ұстап тұрған құстың салмағы ауыр емес пе, қолың ауырмай ма? Құстар 5 килограммнан асады. Ең алғаш ұстағанда балапандар. Балапан кезінде ұстаған құстар 5 килограмм болады. Бәрекелді. Ақтай, енді өзіңнің ауылда құрдастарың да құсқа қызыға ма? Қызығатындар бар, бірақ папасы құс ұстамайды. Енді етті, тамақты өзің бересің бе бұған? Иә. Астауы құсқа беретін өзінің астауы болады. Оған мынаншалықты майы жоқ етті турап, жұқа қылып турап береді. Құстың атын кім қойды? Папам қойған. Әкең қойған ба? Бәрекелді. Енді мына бүркіт туралы андай өлең, шығармалар білесің ба? Кітап оқып пе ең? Жоқ. Ал енді қолға үйретудің қандай қиындығы бар бұны? Қолға үйретудің қиындығы бұны алғаш ұстағанда мысалы қолға үйренбейді ғой бірден. Оны бөлеп алып, орап алып неменеге. Соны үйге әкелесің бе, оны ең алғаш аяғының мынандай аяқ болып тағамыз. Аяқ болып, оны соны бір ағашқа байлап қоямыз да, оны тербетеміз. Тербетіп, 3 күн тербеліп отырып, тамақ бермейміз. 3 күн бойы тербетіп отырамыз. Одан кейін өзі шаршағаннан кейін жуасиды. Ал енді сен жарысқа қатысып жатсың, үйде анаң уайымдап жатқан жоқ па? Анаңның атын тастап шықтың ба? Иә. Бәрекелді.